Жалпы Құран негізі араб тілінде түскен. Құранның асыл мағынасы және де түп нұсқасы тек араб тілінде ғана да. Егер де оны қандай да бір тілдерге көпшілік түрде аударатын болса, ол түп мағынасын жоғалтады. Сол себептен аударманы оқыған кезде діни сауаты жоқ адам өте үлкен қаупі бар. Біздің ұсынуымыз бойынша негізінде асылында Құранды тәпсірмен оқыған абзалырақ. Аудармасын оқыған күннің. Құранды жүзінен оқи алмайтын, арабшаны түсінбейтін адамға. Құраннан басқа Алладан келген кітаптардың өзінің бірінші себептің өзгеру, бұзылуының себебі көпше түрде көп тілдерге аударылғанның себебінен. Сондықтан Құранды лажы барынша ұстазбен не болмаса тәпсірмен оқыған абзалырақ.